Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен мен Флойс, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода достар бүгінгі видеода достар мен сіздерге Майнкрафтта выживанияда әдемі бастапқы үй көрсететін боламын достар. Қазір бастапқы выживанияда сіздерге бюджетный салуға келетін әдемі үй көрсететін боламын достар. Видеоны айт деген ойдамын. Ал енді біз видеомызды бастайық. Кетті, go! Так, достар, енді біз керек нәрселерді алып қойдым. Біздерге керек нәрселер ғой. Еловый доска, дубовый доска, дуб, и потом осындай ступенькалер мен плиталар керек, достар. Так, енді бірінші бастайық, достар. Осылай бір рет қоямыз, потом 1, 2, 3, 4 блок сындырамыз да, достар. И осылай қоямыз. Каждый раз осылай болады. Міне 1, 2, 3, так, 4, и потом мына жерге 3 блок қоятын боламыз, достар. Арасында осындай 4 блоктан тастайтын боламыз, достар. Так, достар, енді осылай істеп болғаннан кейін нәжден примерно, так, осыдан былай, и потом былай нәжге дубовый доска қоясыздар, достар. Потом осыдан ары қарай 1, 2, 3, 4. Бесіншісіне тағы да дубовый доска қоясыздар, және тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Үш жерге осылай дубовый доска қоясыздар, достар. Примерно осындай шығу керек бірдеңе. Қазір қателеспесем, осылай бірдеңе шығу керек еді. Ой, достар, мына жерде қателесіп кетіппін мен. Так, бұл жерде мен қателесіп кетіппін. Қай жерден қателестім? Мына жерден, достар, мен мына жерден былай қарай кетуім керекпін. Так, осылай и осылай. Так, мынаны алып тастайық енді. Осылай кету керек, достар. Бізге былай қарай жақындауымыз керек, ол мен қателесіп кеттім. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Осы жерге қоямыз. Так, 1. Так, мына жерге қоямыз. Артық санар, ойбай. В общем, осындай бірдеңе схема шығу керек, достар. И пока арға жалғастыратын боламыз. Так, енді біз мына жерден тағы да 4 блок отступать етеміз, и 5-шісіне уже дубты қоямыз. Так, осылай келеді. Так, потом қалай еді қазір. Так, достар, басында осындай зат салып аласыздар. Осындай зат салып алғаннан кейін міне мына жерді осылай сындырасыздар, и потом осылардың барлығына еловый доска деп қойып шығатын боласыздар осылай. Так, бәс, әдемілеп сіздерге жаймен көрсетейін. Сіздер де видеоны қосып отырып, достар, салып отырсаңыздар болады. Так, оп. Көріп тұрсыздар, достар, осындай нәрсе жасаймыз. Қазір енді мынаны полностью былай сындырып шығайын. Содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Достар, мына жерде полностью мына жерді бүйтіп тазалап шыққан соң, 2 блокқа арнап тазалап шыққаннан кейін оның барлығын осындай дубовый доскалармен, достар, заменять етеміз. Осы жерге осылай бірінші этаж жасауға арналған. Так, менімен бірге видеоны қайталап отырсаңыздар болады, достар. Арнаға жазылуды ұмытпаймыз. Себебі енді арнада осындай көптеген выживанияға арналған лайфхактар шығатын болады, достар. Так, осылай қазір, полностью толтырып шығамыз, достар. Так. Так, осылай толтырып шығамыз біріншіден. Так, потом мына жерге осылай ступенькілер қоямыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып кетір. Мына ресурс пакпен вообще красота болып тұр қазір. То есть шейдермен. Достар, енді осылай жасаған соң, қараңыздар, осындай әдемі лестница жасағаннан кейін, мына дубтардың барлығын 3 колонкаға көтеретін боламыз. Осылай 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, менің үйім әдемі болып шығып кеткен сияқты, достар. Комментарий жазып кетеміз. Өз ойларыңызды, қазір үйді салып болғаннан кейін сіздерге ұнады ма выживанияға арналған үй? Ұнамады ма, достар? Так, осылай үшеуін көтеріп шығамыз. Шедевр стройт етіп отырмын ғой мен қазір деген. Так, достар, осындай қылып стройт етіп болғаннан кейін бізге, так, мына жерде дубты алып, мынандай перевернутый дубпен жасау керек, осылай. Оп. Типа осылай жасап шығу керек. Достар, мына Майнкрафттың блоктарын қойғанның даусынан кайфовать етіп отырмын прям. Сіздерге де ұнаса комментарий жазып кетеміз. Так, оп. Флай строит, достар, флай строит, флайс. Так, потом мына жерде бізге бүйту керек. И бүйту керек, по идее. А потом мына жерге де солай істеу керек шығар, по идее, достар. Осылай жауа салайық. Потом, достар, мынадай дубовый досканы аламыз. И потом осылай көтеріп шығамыз. Так, чуть-чуть былай тұрайын мен. Оп.
Айбай, сосын достар мынандай жерде тұрған жер болса, оларды жауып тастаған дұрыс. Так, осылай. Оп. Мына жерді осылай көтереміз. Оп. Так, мынаны алып тастаймыз, мына жерге осылай қоямыз. Так, осылай жасап алыңыздар достар. Міне жоғарыдан көрсетейін қазір. Пока не шығып жатқанын бізде осындай бірдеңе шығып жатыр. Қазір әдемі болып шығатынына уверенмін достар. Так, енді достар, манадан бері қолданбаған плитаны қолданатын кез келді. Осы жерде осылай плитамен жауып шығамыз мына жерде. Так, бізде төменгі этажымыз 2,5 блоктан болады достар. По идее жетеді сияқты менің ойымша. Так. Енді мына жақтарын достар дубовый мен жауамыз, жағын еловый мен жапсақ, мына жерлерді дубовый мен жауамыз. Ойбай. Так, осылай жауып шығамыз. Ана жерде достар тиіспейміз. Мына жерге себебі бұл жерге біз лестница қоятынбыз. Қазір төменгі этажға көтерілуге арналған лестница болады. Ал біз мына жерде осылай жауып шығатын боламыз. Так, әдемілеп жауып жіберейін қазір мен. Оп, достар, осылай әдемілеп жауып қоямыз. Көріп тұрсыздар ғой. Мына жер қазір лестницаға арналған болады, так что бұл жерге тиіспейміз. Ойбай, мына жерді мен затын жауып қойыппын ғой достар. Так, подождите. Ой, мынау стенасы екен, ойбай. Стенасына тиісіп кеттім ғой мен. Так, стенасына тиіспей қояйық. Осылай тұрады достар, короче. Так, достар, содан кейін сыртына шығамыз да, yellow плиталарды аламыз да, осылай барлық гараждың осындай гараж сияқты болып тұр ғой. Енді осы жерлерге қойып шығамыз. Негізі стена ғой бұл. Осы жерлерге қойып тастаймыз сразудан. Оп. Так, қазір достар біз әдемі декорация жасап жүретін боламыз сыртына. Сондықтан бізге бұл жерде қайда еді қазір? Так. Вот осы шөпті аламыз. Блокты лақтырып тастайсаң. Осылай қоямыз. Мына жерлердің барлығына достар осыларды қойып шығамыз. Осылай қойып шығамыз. Оп, көрдіңіздер ме достар, осылай әдемілеп шығамыз. Чтобы біздің үйіміз бір әдемі көріну үшін осындай бір ағаштар қойып. Мына жерге де біреуін қоя салсақ болады сияқты менің ойымша. Так, қараңыздар, осылай әдемі болып шығып жатыр. Қазір біз ары қарай жалғастырамыз. Так, достар, енді сыртын істеп болған соң, мына ішіндегі заттардың мынандай стеналарын барлығын 2 блокқа жоғарыға көтереміз. Так, оп. Опмай. Мыналарың қайтеді дейсің да, потом. Так, мына жерді мынаумен жауып тастайық достар. Осылай істейміз. И потом достар сіздерге осылай зат дубовый доска алу керек. И потом осылай 2 көтересіздер. И вот. Достар, короче, сіздерде барлық жерде осындай тесік пайда болу керек. Дәл осындай болып шығу керек. Осылай істесеңіздер барлығын дұрыс істеп жатсыздар. Так, достар, енді осындай қылып көтердім. И потом осы жерге 2 блок қойдым да, мынандай ступенькамен осылай істедім, чтобы әдемі болу үшін. Енді қараңыздар, типа есікке ұқсады, осылай кіресің, и осындай болады. Так, мына жерге қойып ұмытып кеттім. Так, осылай қоя салайын. Так, ойбай, мен мына жаққа кетіп қалыппын, былай қою керек достар. Үйіңіз әдемі шығу үшін. И мынаны алып тастау керек сияқты, қателеспесем. По идее, осылай шығу керек достар. Так, подождите, мен мына жерде қате кеткен сияқтымын. Вот. Қай жерден қате кеттім деп қоямын. Достар, осындай болып шығу керек. Біздің терезелер десек те болады. По идее, әдемі шыққан сияқты. Қазір біз енді не істейміз, қазір ойланайын мен. Так, достар, енді ары қарай жалғастырып жатырық. И, короче, сіздерге мына жерге осылай 2 дубовый доска қою керек. И потом үстін осылай туппен жау керек. Ал мына жерлерде достар дубовый досканы осылайына полностью қойып шығамыз. Ал мына жерлерде осылай бір-бірлерден қоямыз. И потом үстіне осылай жауып шығатын боламыз. Примерно осындай нәрсе шығу керек достар, қараңыздар. Так, достар, қараңыздар, крышасын осылай жауып шығу керек, примерно көріп тұрғандарыңызда дәл осылай жасасаңыздар әдемі шығады. Так, потом бізге мына жерде достар қараңыздар. Так, мынаның үстінен бастап достар осылай 2 блокпен жауа беру керек. Осылай. Тек 2 блок осылай достар. И потом осы жерде былай қарай кету керек достар. Оп. Осылай тұру керек достар, примерно түсініңіздер деген ойдамын.
Так, бізде бір жерінде қате кеткен сияқты, потому что мына науыр шығып болды да, мына жағында науыр шықпай тұрды. Ты же житель болып кетеміз скоро. Так, достар, короче, осылай жасау керек екен ғой. Ай, ойбай, нәжеге, ой. Нәжеге біреуін қосуды ұмытып кеттім. Короче, міне мына төртеу ғой, достар, соның төртеуінің ортасынан екеуін жүргізесіз. Осы жерге келгенде, мына жағында екеуінде бір сарыдан қалатындай қылып, осылай өткізесіздер, достар. Көріп тұрғандарыңыздай. Мыналарды мынаумен бірдей қылып өткізесіздер. Міне мына дубовый доскаға байланысты қарай осылай өткізесіздер, достар. Бір блок осылай артық шығарып қоясыздар. Барлық жағынан, достар, қараңыздар, осылай бір блоктан артық шығарып қоясыздар. Так. Потом, так, мына жерге де шығарып қоя салайын. Так, оп. Осылай бір блоктан артық шығарып қойыңыздар, достар. Бұл жерде біз yellow плитаның уақыты келді. Короче, қараңыздар, достар. Міне мынандай асты бар ғой, осы жердің астына. Так, мына жерге бүйтіп, мына жерге бүйтіп қоясыздар. Қараңыздар, әдемі зат получается, и потом осыдан былай осылай жауып кете бересіздер, короче. Так, былай тұра салайын мен. Так, достар, примерно осындай нәрсе шығу керек. Крышаңыз примерно осындай. Ойбай, мына жерге біреуін қойды ұмытып кетіппін. Примерно осындай болып шығу керек крышаңыздар, достар. Вау, әдемі болып шығатын сияқты, достар. Пока что маған ұнап тұр кәдімгідей. Қазір әдемілеп декорация жасап жүрсек, зың болатын сияқты меніңше. Так, достар, енді сіздерден мынандай артық жерлер қалып қойған болу керек. Осы жерлерді осылай жауып тастаған дұрыс. Примерно бар ғой. Осыларды осылай жауып тастаған дұрыс сияқты меніңше. Так, мынаны қараңыздар, мынандай жерлер толып тұрады, сізде солардың бәрін жауып тастаған дұрыс деп ойлаймын. Так, оп. Так, пока что, достар, стекло алсақ, ойбай, біраз әдет жүріп, стекло алып, мына жерде. Так, міне мынандай тесіктердің барлығын тереземен стекломен жауып шықсақ болады уже. Так, оп. Блин, осы терезені қою, это ең үлкен проблема сияқты көрінетін еді маған бұрындар. Так. Блин, мына жер әдемі тұрмай қалды, что-то, әдемі тұрмай қалды. Так, бұл жерлерді пока жаппай қояйық. Қалған жерлерді осылай жауып шыға беріңіздер, достар. Так, достар, мына жерге қоятын ештеңе таппадым. Сосын мына жерде что-то ана свечалар нифига көмектеспейді сияқты, сондықтан осындай светокамендер қоя саламыз деймін, по идее. Маса что-то слишком андай зат болып тұр. Мына жақтардың барлығына, достар, как обычно, сундуктар толтырамыз. Ойбай. Так. И давайте мына жерге верстак қояйық. Осылайына верстак қоя салайық. В общем, да, достар, подвалда, типа, как сундук сақтауға арналған, и верстактарды осылай қоя салайық. Потом, аңсіне тағы пеш қоя салсақ па. Верстак істеп тұр, ашық тұр. Так, осылай қоя салайық. И тағы не дополнить етуге болады. По идее, достар, осы жерге, в основном, как склад сияқты қылып жасасаңыздар болады, заттарыңызды осы жерге. Так, мына жерге тағы бір сундук қойсаңыздар да болады. Примерно осындай қылып жасайсыздар, өздеріңіз усмотрениеңізге. Так, мына жерге енді обычный лестница қоя салайық. Қазір мен лестница қайда екенін тауып алсам. Так, оп, лестница, достар. Мына жерде лестница қоямыз жоғарыға шығуға. Өйстіп шыға саласыздар. И оп, осылай түсе саласыздар ғой, короче. Максимально өйстіп қойсаңыздар да болады. В общем, осылай түскен кезіңізде, достар, осындай сізде ема сокровищаларыңыз тұратын әдемі жер күтіп алады негізі. Так, енді жоғары жағын істейік, по идее, достар. Так, мен мына жерге есік қоймаппын ғой, достар. Есік қоя салайық мына жерге. Так, есік қайда енді? Есік. Yellow'ый есік қояйық, достар, себебі бізде барлық зат yellow'йдан болатқандықтан осылай yellow'ый есік қойған дұрыс сияқты. Так, мына жерде тесік болып қалды ғой. Так. Оп. Так, мына жерде неге тесік болып қалды,
Так, бүйте салайықшы, мына жерде что-то тесік қалды. Мына бірақ скучно болып кеткен сияқты да, достар. Так, онда бетик ступенька қояйық та, просто былай қарай қаратып қояйық. Ар жағына бүйтіп шығып тұрмай қойсын. Так, қандай бирюзовый ме жаңа біз қойып жатқан? Қандай ступенька қойып жатыр едік? Дубовый. Дубовый қайда? Так, достар, просто бетик, короче, дубовый ступенька алайық та, и былай қарай қаратып қояйық. Сонда мына жағынан типа былай болып тұрады, ал мына жағынан осындай болып тұрады. Так что әдемі болып тұрған сияқты меніңше. Так. Қараңыздаршы, дәл екеуі бірді, бірақ мынау чуть-чуть освещение түсіп тұрмағанда бір өзгеше болып тұр. В общем, осылай жасадық. Кірген жер есік осылай. Оя, мына жерде зомбилар күтіп тұратын бала выживанияда. Так, осылай, короче, қазір төмен жақ осылай кіріп түсесіздер. Ну, енді бұның барлығы понятно. Так что давайте бірінші этаж жасайық. Так, кроватімізді аламыз. Так, осылайынан қоямыз. Мына жерге 2 сундук қояйық қазір. Так, менің инвентарым қайда? Барлығын былай алып тастайыншы, достар, қазір мешать етіп жатыр, что-то бар ма? Сундук. Так, сундукты алайық, осылай қоя салайық тек. Так, енді мына жерге енді сіздерде новый версия болса, достар, бочка қойсаңыздар болады. Менде мына 1.12 версиясы болғандықтан мен мына жерге верстак қоя салайын. И мына жерге верстак, и потом мына жерге печь. Көбінесе осылай істейді да, достар, өйстіп, и потом осылай. Так, на печіне дұрыс емес тұрды ма? Қалай қаратып қойсам екен? Бұлай қаратып қойым ба? Или бұлай қаратып қойым ба? Ну, в общем, осылай примерно қоясыздар, достар. Негізі мына жерлерге де сундуктар қойсаңыздар болады. Енді выживание ғой, как-никак, достар, сондықтан сундукпен толтырған дұрыс сияқты примерно. Или тағы не бар мұнда? Так, енді бұлай книжный полка қойсаңыздар да болады, по идее, достар. Енді бұл енді барлығы өзіңіздің усмотрениеңізге. Мына жерде кровать что-то бір жалғастырақ қойған сияқты болып тұр, барлығы. Білмеймін, бір түрлі болып тұр кровать. Ну, короче, достар, мен сіздерге примерно үйді көрсеттім. Сіздер енді өздеріңіз үшін әр адам өзінің ыңғайына қарай жасаған дұрыс сияқты. Менің ойымша, достар, былайынан целом үй қараңыздар, достар, өте керемет шыққан сияқты. Так, қазір мына жерлер әдемілеп жүру керек сияқты, менің ойымша, достар. Так, осылай кірейік. И мына жерге, достар, негізі не істесек болады? Негізі осылай кіріп келіп былай кірген дұрыс сияқты ғой, менің ойымша, достар. Қараңыздар, и осылай әдемі видке қарай шығасыздар. Ал енді сіздермен болған мен Флайс, достар. Осындай үй. Видео ұнатса лайк басып қолдап кетемін. Сіздермен болған мен Флайс. Амандықта жүздескенше. Давайте.